Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен номері 1-ші орта мектептің тарих пәні мұғалімі Жөгеева Ақмарал Темірханқызы. Елбасымыз айтқандай, білім беру жүйесі заман талабына сай жаңаруы тиіс. Жасанды интеллект пен цифрлық технологиялар мектептегі оқу сапасын арттырып, әр оқушының қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Олай болса, бүгінгі сабағымды жасанды интеллект қолдану арқылы өткізетін боламын. Саламатсыздар ма? Отырыңдар. Үйге қандай тапсырма берілді? Қазақстандағы ұжымдастыру тақырыбы берілді. Қазақстандағы ұжымдастыру, иә? Жақсы балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгін сынып 3 топқа бөлініп отыр. Енді топ басшыларына бағалау парағын берем, балалар. Сабақ барысында топ басшысы өздерінің топтағы оқушыларды әр тапсырма орындаған сайын бағалап отырады. Жарай ма? Мына топтан Ұлмекен, мына топтан Балауса, өзіңнің тобыңдағы оқушылардың аты-жөндерін жазасыңдар, сөйтесіңдер де бағалап отырасыңдар. Әр тапсырма сайын. Жарай ма? Жақсы. Олай болса, үй тапсырмасын пысықтайық. Үй тапсырмасын пысықтау үшін балалар борт-бол тапсырмасын орындаймыз. Енді балалар үй тапсырмасын борт-бол тапсырмасы арқылы жалғастырамыз. Бірінші сұрақ, ұжымдастыру саясаты қай жылдары жүргізілді дейді. Ұлмекен. Дұрыс екен, иә? Жақсы. Келесі сұрақ, Қазақстан халқы ұжымдастыру кезінде қандай ауыр зардаптарға ұшырады дейді. Заңғар. Барлығы дұрыс. Яғни қате екен, иә? Мал санының несі екен? Өзгеруі екен, иә? Келесі сұрақ, ұжымдастыруға қарсы көтерілістердің бірі қай жерде болды дейді. Арай. Айтып белгілеңіз. Созақта болды дейді. Дұрыс екен. Келесі сұрағымыз 1928 жылы Қазақстанда байларды тәрбиелеу туралы қаулы кімнің бастамасымен шықты дейді. Ағылке. Айтып белгілеңіз. Кімнің? Голощекин дейді. Жақсы. Келесі сұрақ 1931-33 жылдардағы ашаршылық кезінде Қазақстан халқының шамамен қанша пайызы қырылды дейді. Кел, айқын, асылдар, келе ғой. Жылдамдатамыз. Қанша пайызы қырылған? 40 пайызы қырылған екен. Дұрыс. Келесі сұрақ, ұжымдастыру саясаты қандай экономикалық өзгеріске алып келді дейді. Қандай? Кел, Мансұр. Қандай өзгеріске? Жекеменшіктің дамуына мал санының көп төмендеуі екен болды. Ұжымдастыру кезінде Қазақстанда қандай шаруашылық түрі енгізілді дейді. Арай. Колхоздар менен совхоздар. Қателеспейміз. Ұжымдастыру саясатының нәтижесінде Қазақстанға қаншаға жуық көтеріліс болды дейді. Нұрай. Қанша? 370-те жуық екен. Жақсы болыңыз. Біз өткен сабақта осы ұжымдастыру, Қазақстандағы ұжымдастыру туралы өткен болатынбыз, иә? Осы сабағымызды бүгін одан әрі қарай жалғастырамыз. Яғни бүгін біздің осы Қазақстанда ұжымдастыру сабағымыздың екінші сабағы екен. Бүгін біз сабақтың мақсаты күштеп ұжымдастыру саясатының ауыл шаруашылығына тигізген зардаптары, демографиялық өзгерістердің себептері мен салдарын анықтау, және де 20-30 жылдардағы әміршіл, әкімшіл жүйе саясатының зардаптарын бүгінгі сабақта біз талдайтын боламыз. Және де бүгінгі біздің сабағымыздың зерттеу сұрағы неліктен ұжымдастыру саясаты ұлы нәубетке әкеп соқтырды бізді. Енді өткен сабақты кішкене есімізге түсіріп өтейік. Ұжымдастыру дегеніміз не еді бізде? Шағын шаруа қожалықтарын ірі ұжымдық шаруашылыққа
иә. Енді келесі, бұл біздегі ұжымдастыру саясаты Қазақстанға қандай зардаптарын тигізіп еді? Яғни аштықтан 2.100.000 адам қырылды, халықтың барлығы жаппай басқа мемлекеттерге қоныс аударды, шаруалар көптеген көтерілістерге шықты, өйткені ашаршылыққа шығып қиналғаннан кейін олар өздерінің наразылықтарын білдірді. Ауыл шаруашылығының барлығы құлдырады, егін шаруашылығы, мал шаруашылығы және жеке шаруаны жойып, өзінің қарамағындағы шаруашылықтардың барлығын, яғни мемлекетке өткізген болатын. Мына бір бейне материалға назар аударайық. Ұжымдастыру саясаты жайында не білесің? 1931-1933 жылдардағы аштық жайлы не естідің? Ұжымдастыру үдерісі қалай өтті? Ұжымдастыру саясаты жүзеге асырыла бастады. 1930 жылы 1 сәуірде ұжымдастыру шаруашылықтың 50%-ын қамтыды. Кеңес үкіметі жұмысшылар мен шаруалардың үкіметі болғандықтан, мұнда байлық, жекеменшік деген болмау керек. Барлығы да ортақ, мемлекеттің меншігі болуы тиіс еді. Осы мақсатпен 1928 жылы 27 тамызда бай және орташа байлардың мал мүлкін тәркілеп, мемлекетке өткізу керек деп шешті. Кеңес үкіметі шешіммен ұжымдастыруға қарсы деген желеумен 1929 жылы. Ал енді балалар, бейне материалды көріп болсақ, тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырмамыз бізге топтық жұмыс. Бірінші топ, сендерге сұрақтар беріледі. Осы сұрақтарға ауызша жауап бересіңдер. Бірінші топ, сендердің жұмыстарың ауызша жауап береміз. Келесі, екінші топтың жұмысы, сендер кестемен жұмыс жасайсыңдар. Сендерге 1921-22 жылдардағы ашаршылық туралы жазасыңдар. Үшінші топ, сендерге топтастыру 1931-33 жылдағы ашаршылық туралы жазатын боласыңдар. Мынау әр тапсырманың астында дескрипторы берілген. Осы дескрипторға қарап тапсырмаларды орындаңдар. Жарай ма? Мынау фломастер маркер берілді. Сол маркермен дайындалды. Дайындыққа берілген уақыт бітті. Ал бірінші топтан бастайық. Бірінші топ шығыңдар. Бірінші сұрақ, ұжымдастыру қай жылдары болды? Қазақстанда ұжымдастыру 1929-1933 жылдары болды. Жақсы, келесі. Екінші сұрақ, ұжымдастыру себептерін атап. Кеңес үкіметінің социалистік шаруашылық құру саясаты. Екіншісі ауыл шаруашылық саясатын мемлекет өз қолына алуы. Үшіншісі ауыл шаруашылығын дамыту үшін астық пен мал өнімдерін көптеп алуы. Соңғысы көшпелі және жартылай көшпелі адамдарды отырықшыландыру екен. Жақсы. Келесі. Ұжымдастырудың салдары қандай болды? Мал санының күрт өзгеруі 1931-33 жылдардағы ашаршылық. Қазақ халқының демографиялық азаюы, ауыл шаруашылығының күйреуі, әлеуметтік дағдарыс. Ұлы нәубет туралы не білесіз? Ұлы нәубет 1931-1933 жылдардағы ашаршылық. Миллиондаған қазақ аштықтан қаза тапты. Және көп адам Қытайға, Сібірге, Орта Азияға босып кетті. Бұл трагедия ұжымдастыру мен күштеп жүргізілген саясаттың ең ауыр салдары болды. Сонымен қатар, ұлы нәубет қазақ халқының тарихындағы ең қасіретті кезеңдерінің бірі болып саналады.
Жақсы, өте тамаша, отырыңыздар. Жерде кестемен жұмыс, иә? 1921-22 жылдардағы ашаршылық. Жақсы. Ашаршылықтың себептері біріншіден азаматтық соғысының 1918 және 1920 жылдардағы шаруашылықтың күйреуі және әскери коммунизмнің саясатының азық-түліктердің күшпен тартып алынуы және мал мен егіннің жаппай күйреуі себебі. Жақсы, келесі. Ашаршылық жайлаған өңірлер. Сенікі қайсысы? Ашаршылыққа ұшырағандардың саны дейді. 2 миллион 2 адам есептелген ашаршылыққа ұшыраған. шәкірлері мен іс-әрекеттері аштарға көмек көрсетіп, билікке хаттар мен өтініштер жазып, олардың жағдайлары ауыр екенін жеткізді. Жақсы. Жақсы, иә, екінші топ. Отыра қойыңдар. Үшінші топ сендерде топтастыру, яғни 1931-33 жылдардағы ашаршылық, иә? Жақсы. 1931-1933 жылдары ашаршылықтың себептеріне ол басқарудағы үлкен қателіктер, мысалы Голощенконың саясаты, содан кейін күшпен ұжымдастыру саясаты болады. Ал ашаршылық кезіндегі салдары бізде демографиялық апат және де дәстүрлі өнеркәсіптің күйреуі. Және де ашаршылықтың болған аймақтары оңтүстік Қазақстан, солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан, батыс Қазақстан және де орталық Қазақстан. 1931-1933 жылдары ашаршылық кезінде халық саны азайды және де 2 миллион 300 адам қаза тапты. Ашаршылықтың кесірінен Қазақстаннан 1 миллионға жуық адам көшіп кетті. Бесеу хаты ашаршылықты билікке ашық жеткізді. Бесеудің хаты, иә? Ашаршылық кезінде маңызды тарихи оқиға бесеу хаты болды. Бесеудің хаты болды. Жақсы. Ал балалар, топтық жұмысты аяқтап білсек, топ басшыларын міндетті түрде бағалауды ұмытпаңдар. Келесі біздегі орындайтын тапсырмамыз бұл жеке жұмыс. Бұл жерде бесеудің хаты деп аталады. Бесеудің хаты туралы КТМС тапсырмасын орындайсыңдар. Яғни мен солай ойлаймын, әрқайсының өздерінің позицияларын жазасыңдар. Одан кейін оны түсіндіресіңдер, яғни себебін айтасыңдар. Одан кейін түсіндіріп себебін айтасыңдар, мысал келтіресіңдер және соның салдарын айтасыңдар. Барлығымыз дәптерімізді ашып, дәптерге орындаймыз. Дайындыққа 3 минут уақыт беремін. Ал, жазамыз. Ал енді балалар орындап болсақ, кім оқиды тапсырманы? Кім оқиды? Балауса. Автор бесеудің хаты сол кезеңдегі шындықты билікке жеткізген маңызды құжат деп санайды. Түсіндіру. Санаймын. Хат авторлары халықтың ауыр жағдайын жасырмай, ауыл шаруашылығында қателіктері мен ауыл шаруашылықтың себептерін ашық айтқан. Мысалы, ауыл шаруашылығының күйреуі, халықтың жаппай аштыққа ұшырауы, басқару жүйесіндегі өрескел қателіктер нақты дәлелдермен көрсетілген. Бұл сол уақыттағы ресми саясатқа қарсы айтылған батыл пікір. Салдар, қазақ қоғамының тағдырын алаңдаған зиялылардың азаматтық ұстанымын көрсетті. Тарихи маңызы бар дереккөз болып табылады. Жақсы, үшінші топтан. Так, бірінші топтан кім жоқ? Бесеудің хаты. Позиция. Мен бесеудің хаты сол кезеңдегі шындықты билікке жеткізген маңызды құжат деп санаймын. Түсіндіру. Себебі хат авторлары халықтың ауыр жағдайын жасырып қалмай, ашаршылықпен ұжымдастыру салдарынан туған дағдарысты ашық баяндайды. Мысал, мен мұны мына дәлелдер арқылы айтамын. Хатта ауыл шаруашылығының күйреуі, халықтың жаппай аштыққа ұшырауы, басқару жүйесіндегі өрескел қателіктер нақты көрсетіледі. Бұл сол уақыттағы ресми саясатқа қарсы айтылған батыл пікір еді. Салдары, айтылған жайт бойынша мынадай қорытынды жасаймын. Бесеудің хаты қазақ қоғамының тағдырына алаңдаған, зиялылардың азаматтық ұстанымын көрсетіп, тарихи маңызы зор дерек көзі болып табылады.
Жақсы, өте тамаша. Келесі екінші. Мен бесеудің хаты қазақ мүддесін қорғауға маңызды тарихи құжат болды деп санаймын. Себебі бұл хатта қазақ зиялылары елдегі ашаршылықтың, ұжымдастырудың ауыр салдарын ашық айтып, биліктің қателіктерін батыл түрде сынады. Мысалы, мен бұны мына дәлелдермен ашық айта аламын. Ғабит Мүсірепов бастаған 5 қайраткер, Мансұр Ғауталиев, Мұташ Дәулетқалиев, Елберген Алтынбеков, Қадыр Қуанышев, Голощекинге жазған хатында халықтың қырылып жатқанын, саясаттың дұрыс еместігін нақты деректермен көрсетіп, жағдайды өзгерту қажеттігін талап етті. Салдары, айтылған жайт бойынша мынандай қорытынды жасаймын. Бесеудің хаты сол кезеңдегі әділетсіздікке қарсы айтылған батыл үн болып, қазақ зиялыларының ел тағдырына бей-жай қарамағанын дәлелдейді. Қолбасшылары бағалауды ұмытпаймыз. Енді балалар, келесі бізде бекіту кезеңі. Бүгінгі сабақтағы алған білімдерімізді қорытындылаймыз. Оны яғни сократив, яғни әдісімен қорытындылайтын боламыз. Ол үшін бізге ұялы телефондары керек. Бәріміз ұялы телефондарды қолымызға аламыз. Тапсырмаға дайын отырайық балалар. Мына жерде кадр диагноз шығады. Өзіміз білеміз, орындап жүрміз. Сканерлейміз. Ішінде сендерге сұрақтар беріледі, сол сұрақтарға жауап береміз. Енді балалар сұрақтарға жауап берсе, жауаптарын көрейік. Кімнің қанша пайызға жауап берген? Арайға 100% дұрыс жауап берген, Арайға 70%. Мына жерге әрқайсының сұраққа жауап берген пайыздарын көрсетілген. Жақсы, бүгінгі сабақты қарап отырсақ, біраз оқушы өте жақсы түсінген. Енді балалар, олай болса, осы ашаршылық қазақ халқының қасиеті деген тақырыпқа есте жазамыз. Енді балалар, бүгінгі сабағымызға байланысты кері байланыс береміз. Біздегі кері байланыс аяқталмаған сөйлем деп аталады. Әрқайсымыз жауап береміз. Кері байланыс берейік. Енді балалар кері байланыс береміз. Үшінші топ, бірінші топ, екінші топ кім береді? Кері байланысты. Каусар? Мен Бауыржан қызы Каусар. Бүгін мен Қазақстандағы ұжымдастыруды білдім. Мен үшін бүгінгі сабақ қызық болды. Мен үшін сабақ сақатты қиын болмады. Мен барлық берілген тапсырмаларын орындадым. Жақсы. Сонда бүгінгі сабақ саған түсінікті және ешқандай қиындық туғызған жоқ, мына топтан Нұрай? Мен Аманжол Нұрай. Бүгін менің сабақты маңызды жақсы білдім. Мен үшін сабақ өте қызық болды. Мен барлығын қинамай тапсырмалар орындадым. Жақсы, өте тамаша. Келесі топ, Арай. Менің атым Мұстафа Арай. Бүгін мен Қазақстандағы ұжымдастыру саясаты туралы көбірек білдім. Мен үшін ұжымдастырудың зиян және пайдалы жақтары қызық болды. Және де мен үшін ештеңе қиын болған жоқ. Мен барлық тапсырмаларды орындадым. Жақсы, өте тамаша. Енді балалар, осымен бүгін біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабаққа қатысып, ат салысқандарың үшін көп рахмет. Білімді шәкірттер болыңдар. Көп рахмет. Сау болыңдар.